Баршаңызға сәлем достар. Қалжыларыңыз қалай? Сіздермен әдеттегідеймен Олдана, және де мен бүгінгі блогымды универдегі алғашқы күнім деп арнағым келеді. Себебі мен қазір Түркия мемлекетіндемін. Универге бармағанымды ойлап қалмаңыздар. Просто мен бір семестрге басқа универге ауыстым. И поэтому универдегі екінші күнім және де сабаққа қатысудағы бірінші күнім деп солай айтып отырмын. Солай алда қызықтар болатынына сенімдімін. Так что менімен бірге болыңыздар. Өзімнің look of the day көрсеткім келеді. Короче, өйстіп бара жатырмын. Бірінші сабақ күнге, ну, слишком авартсың я деп ойланып қоямын. Я да авартмадым барлығы үйресіздер. Прическа тоже шашаюды не істеудің қажеті жоқ. Және де легкий макияж қарап тұрсаңыздар. Вот. Классика. Только классиканы танығым келеді. Баша айтып кетейін, бұл бізде общежитияның іші. Бұл жерде студенттер үтіктейді киімдерін. Ал мына жақта мынадай вид. Общежитияны таныстырып кетейін да. Бұл бізде қазір Айхан Шахенг үренжі юрды. Бұл бізде кампус шаршы, яғни студенттерге арналған үлкен еме қой, кішкене ғана торговый центр. Және де мұнда кафетерия студенттерге арналған, там донер, чай, кофе, барлығы есть. И вот. Бұл бізде кампустың іші. Мұнда барлық жатақханалар және де факультеттер осы жерде орналасқан. Мұнда студенттік билет қағазына печат бастырып ректораттан және де студенттік картаны алып алдым. Енді корпусыма қарай кетіп бара жатырмын. İşin varsa tabii. Hocam marka çalışıyor. Görürsünüz ders için şey vereceğim zaten kitaptan. Yani görselleri vereceğim, oradan da öğrenirsiniz ama isteyen arkadaşları hani internet. Сабақтан қайтып бара жатырмын. Сабақ только теория болды. И поэтому маған қатты ұнай қоймайды деп айтпаймын. Но бірақ барлығы теория болғандықтан, то есть бүкіл 4 сағат теория болғандықтан кішкене қиындау болды. Түсіну. Но бірақ ең бірінші сөйлеп отырғандардың арасынан мен болдым деп өзімді мақтасам болады. Общежитияға қайтып келе жатырмын. Аспан өте әдемі болып тұр, күн салқын. И вот қайтып бара жатқан ствол. Наконец-то. Ертең тағы да сабақ болады. Бос күндер болмай сияқты что-то менде.